көбісі келмеген бе? Солай сияқты. Жалпы қалайсың өзің, аяу? Я, жақсымын, мен, өзің қалайсың? Мен де жақсы, рахмет. Әкең қайтты деп естідік қой. Я, солай болды. Ой, қыздар! Ой, Сая, сәлем! Ой, сәлем, қалайсыңдар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Көп күттіңдер ме? Нормально. Кім қайда тапсырады оқуға? Мен географ болам, сендер ше? Мен ютубер болғым келеді. Ал мен ағылшын пәнінің мұғалімі болсам деймін. Бәріміз бір оқу орнына түсер ме екенбіз, сол қызық. Иә. Сәлеметсіз бе? Мен орындап болдым емтиханды. Қойып кетіңіз мұнда. Иә, мінекей, қойдым. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлем, қоя қой қағазыңды. Иә, сау болыңыз. Келесі, емтихан қағазын алып келіңдер. Сәлеметсіз ағай, мен қой. Мына жерге қояйын ба? Иә. Сәлеметсіз бе? Мінекей қағаз. Қоя қой, бара қой. Келесі, документ алып келеміз. Емтихан. Сәлеметсіз бе? Маңыз ағай. Сау болыңыз. Ағай, сәлеметсіз бе? Барлық сұраққа дұрыс жауап бердім деп ойлаймын. Бара ғой, тексерем. Мені бүгін көп жұмыс күтіп тұр. Ұйқым қашып тұр, оқуға түсіп кетсем екен. Ертең оқуға түсіп кетсем, қай киімді кисем екен? Ертең оқуға түсіп кетсем болар еді. Ертең маңызды күн, қорытындысы шығады, оқуға түссем екен. Мектепке дарбалы оқушылар келсе болатын еді. Түсінбейтіндер келсе, миды ашып жібереді. Егер ертең оқуға түспесем, ата-анамнан қатты ұят болады. Қош келдіңдер балалар, мен қазір кім оқуға қабылданғанын айтып шығайын. Аялым Сәкенова оқуға түсті. Райана Асқар қабылданды. Келесі бізде қазір күте тұрыңдар. Ринат Барыс қабылданды. Және Анелия қабылдандың. Алақай, құттықтаймын. Қалайсыңдар? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Ринат кешегі тескенімізді айтпайтын шығар, я? Айтпайды. Қашан мазақтағандарын қояды екен. Құрбым, сен Гүлмира апайдың сабағын орындадың ба? Иә, орындадым. Айтқанда кеше Жукана көп видео салмай кетті ғой. Бүгінгі видео шығарам деп жатыр. Мектеп туралы. Көрейік, иә? Иә. Біздің апай өмір кешігет. Иә, қатал болғанға дейін сабаққа уақытылы келмейді. Теш қазір естіп қояр. Мәдина, кеше Ринатты балалар мазақтады, қиналып жүр ғой дейм. Сен қалай ойлайсың? Ой, аяулым, өзі ғой үндемей жүре береді. Өз-өзін қорғамаса, біз не істей аламыз? Неге олай дейсің? Бірақ біз көмектесе аламыз ғой негізі. Қыздар. Жандос, шошыттың ғой адамдар. Қыздар, сендерге кім тиісті? Сендердің проблемаларыңды мен бірден шешіп берем. Ха, Жандос, күлкімізді келтірмеші. Сенің әдісің бірден жұдырық жұмсау ғой. Қыздар, енді сендер түсініңдер. Әркімнің өзі әдісі бар ғой, қыздар. Сонымен мен кішкене 1-2 минутқа кешігіп қалдым. Күткендеріңе қуаныштымын. Бүгін қиын тақырып өтеміз. Ойын күлкі жоқ. Түсіндіңдер ме? Иә, жақсы, өте қуаныштымын. Олай болса, бастайық. Менің осы мектепке оқуға түскенімді айтып еді, мен қай сыныпқа барайын? Иә, сіз 12-ші Ю сыныбына өтіңіз. Жүріңіз, мен сізді апарайын. Артымнан жүріңіз. Жарайды. Сонымен балалар, жазып алдыңдар ма? Гүлмира апай, кешіріңіз. Сізге жаңадан оқушы келді. Анелия. Ойбай, әрі қарай өздеріңіз таныса бересіздер, иә? Сәлеметсіз бе апай, есімім Анелия. Гиганттай болған Анелия? Жарайды, ағай бара беріңіз. Анелия дейсің бе? Иә, апай, Анелия. Неге гигантсың? Сәбізді бүтіндей жетіп қойыппын, апай, байқамай. Жарайды, мен әзілдескенді ұнамаймын, орныңа отыра ғой, соңғы парталарға. Иә, мына қыз әдемі екен. Рахмет, естідім. Так, шуламаймыз. Сонымен бүгінгі сабақты түсіндіңдер ма? Иә, мен түсіндім. Иә. Апай, мен кете берейінші. Жандос, мен басқа нәрсе айтып отырмын, сен неге басқа нәрсе айтып отырсың? Апай, енді... Тыныш, менің айтқанымды қайтала, мен жаңа не айттым? Бір осындайыңды жек көрем, Жандос. Қане дәптеріңді ал. Дәптерің де жоқ алдыңда. Ринат құсап, үнемі дайын отырсаң қайтеді.
ал дәптеріңді қане сабақтарыңды жазғаныңды көрсет. Апай, не ғой мен, қане тез көрсет маған. Апай, не ғой? Қане, кез келген бір дәптерді алып шық. Осы бола ма? Өзі бүгінгі пәнге сен дәптер алып келгенсің бе жоқ па? Міне жаңа дәптерім бар тұғын. Енді осында 50 рет сабақта апайды мұқият тыңдау керек деп жазып шық. Қане. Апай, 50 рет па? Иә, 50 рет. Саған бұл келесіде сабақты мұқият тыңдауға көмектеседі. Апай, қане жаз. Ешқандай апай деп еркелемейміз. Болыңдар. Апай, кешіріңіз, енді қайталанбайды. Маған іспен дәлелдеп көрсетіңдер. Маған жай сөзбен айтқандарың керек емес. Жарайды. Ал бұл басқаларыңа сабақ болсын. Ал балалар, кім қатал Гүлмира апайдың сабағынан аман шықты. Ағай, қатырасыз осы де. Деп, в общем, күліп жатыр. Ағай, Жандос тағы да әдеттегідей жазалап алды. Жандос, сен түріңе қарасаң жақсы бала сияқтысың, ақылды бала сияқтысың. Күшіңді спортқа емес, сабаққа жұмсауың керек. Ағай, енді спортта миға пайдасы бар. Жандос, бірақ білім саған қолыңдағы спорт зал емес. Ағай. Ринат, сен өзі о бастан сондай тұйық баласың ба? Негізі көп ешкіммен сөйлескім келмейді. Тоқтаңдар. Мәсаған. Ой, Ринат, тұр. Бұларың не, сендердікі жай ма? Біздің бұзақы жігіт келе жатыр ғой. Қайдағы бұзақы? Ол түкте бұзақы емес. Иә, ботаник дегім келген. Сенің бізге дәптерің негіз керек емес, бірақ қаласаң жоғалтып жібере аламыз. Ой, жігіттер, достар, сендер бізден жоғары сынып оқисыңдар, бұларың не? Жаңадан келген қызды қасына ертіп алыпты, құрбысы ғой деймін. Там, Ринат, іштеңе демейсің ба? Оқымысты түрін қараш. Жандос, ана жақта біздің Ринатқа жоғары сыныптың балалар тиісіп жатқан сияқты. Қайда, мен көрмедім ғой. Әне, жүр барайық. Тездетіп барайық. Не істеп жатсыңдар? Не болып жатыр мұнда? Типа качок спортсмен. Не, досыңа көмектесуге келдің ба не? Достар, Ринатқа тиісулеріңді қойсаңдаршы. Қайдағы достар? Сендер бізден кіші сынып оқисыңдар.